Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен желіде хит болып жүрген пирогты дайындап көрдім. Өте ерекше тәтті болып шықты. Видеоны соңына дейін қарап, сізде дайындап көріңіз. Ал кеттік. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз ағарғанша. Ағарғаннан кейін үстіне қаймағымызды қосамыз және тағы да араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз және үстіне қопсытқышымызды қосамыз. Содан кейін електен өткізілген ұнымызды қосып, барлығын жақсылап біріктіріп, қамыр жинайтын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа демалуға салып қоямыз. Қамырымыз демалып жатқанда арасына қосатын салмамызды дайындаймыз. Грек жаңғағы, мейіз және өрік. 30 минут демалып шыққан қамырымызды формамызға жаямыз. Өте жұқа етіп жайыңыздар. Мендегі форманың өлшемі 26 диаметр. Өте жұқа болып жайылсын, әйтпесе қамырларыңыз шикі болады піскен кезде. Үстіне осылай алдын ала дайындап қойған өрігімізді, мейізімізді, жаңғағымызды салып шығамыз. Әдемілеп барлық жеріне біркелкі етіп, одан кейін үстіне сгущенкамызды құямыз. Сгущенкаларыңызда жақсы сапалы сгущенка болсын. Сонда піскенде әдемі болып піседі. Алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 20 минут пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты әбден суытып, содан кейін барып кесуге кеңес беремін. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді пирогтардың бірі, әрі құрамы да дәрумендерге толы пирог. Видео ұнаса соңында лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз, және каналыма жазылуды да ұмытпаңыз. Сонда сіз менің видеоларымды жіберіп алмай бірінші болып көресіз.